студенттер, саламатсыздар ма? Сіздер менің бүгінгі өтетін тақырыбымыз компьютер сайенс және ақпараттық технологиялар пәнінен 3-ші дәріс HTML тілінің көмегімен веб парақтарды құру. Бүгінгі сабақтың жалпы бұл сабақ 3-ші, 4-ші дәрістер қарастырылады. HTML тіліне кіріспе, HTML тілінің негізгі ұғымдары, текстің үлгісі, бүгінгі сабақтың негізгі жоспарлары және мәтіндерді, кестелерді, графикті 4-ші дәрісте қарастыратын боламыз. Енді веб парақтарды құру дегеніміз не? Сабақтың мақсаты интернетте бағдарламалау тілдерінің бірі болып табылатын HTML тілі, тегтері, атрибуттары туралы жалпы түсінік беру бар. Осы кезеңде сіздердің қызығушылықтарыңызбен белсенділіктерді арттыру менің негізгі мақсатым. Интернетте бағдарламалау дегеніміз не? Ол бағдарламалау тілдері HTML, Java, PHP, Flash бағдарламасында жүзеге асады. Мазмұны, бүгінгі сабақтың мазмұны сіздердің алдарында көрсетіп кетті. Бірінші 5 мазмұнды қазіргі сабақта, келесі 4 мазмұнды 4-ші конспектіде қарастыратын боламыз, лекцияда қарастыратын боламыз. Интернеттің қазіргі дамуы 90-шы жылдар басында компьютерлер арасында мәлімет алмасудың жаңа хаттамасы пайда болғаннан кейін, бұл хаттама HTTP Hypertext Transform протокол гипермәтінді тасымалдау хаттамасы деп аталған болатын. Осы хаттамамен қатар HTTP серверлерінің кеңейтілген желілері болып табылатын интернет арқылы файлдар тасымалдай алатын World Wide Web қызмет бабы. Немесе 3W деп атаймыз, немесе тек веб-бет деп қарастыруға болады. Келесі, World Wide Web сөзі қазақ тілінде кеңейтілген бүкіл әлемдік термин өрмек болып аударылады. HTML, Hypertext Markup Language, гипермәтінді белгілеу тілі, ол кәдімгі мәтіндерді веб парақтар түрінде бейнелеуге арналған ережелер жиынын анықтайды. Бұл файлдардың басым көпшілігі веб парақтар түрінде HTML тілінде жазылған болатын. Және де осы арнаулы файлдар HTML-да қолданылып отырады. HTML тілінің мағынасы мен атқаратын қызметін оның атынан анықтауға болады. Осы файлдарды HTTP серверлерінде веб топтарында орналастыру жолымен веб парақтар қалың көпшілік пайдаланатындай интернетте жарияланады. Веб парақтар мазмұны әртүрлі бола береді және олар әртүрлі тақырыптарды қамтиды. Бірақ олардың бәрінің де негізгі жариялану, яғни жазылу тілі HTML болып қала береді. Келесі слайдқа тоқталсам, HTML тілінің негізгі ұғымдары. Ең бірінші ұғымы ол гипермәтін. Қосымша элементтерді басқару мақсатында ішіне арнаулы код, яғни екпінді элемент орналасқан мәтін. Ол мәтін ішінде дыбыс, сурет, мәтінді безендіру, пішіндеу істерін орындауды белгілейтін сөздер орналасады. Сөзді ерекшелеп белгілеу. Екінші бір ұғымы, келесі көрсетілген құжат бөлігі қалай бейнеленетіндігін анықтайтын айрықша кодты енгізу. Келесі термин гиперсілтеме. Парақ элементтерінің ортасында гиперсілтеме көрсетілген мәтінмен, немесе суретпен, кейбір объектілермен, немесе адреспен байланыс жасайды. Гиперсілтемені анықтау. Көшетін екінші құжатқа қыстырма жасайды. Қыстырма жасағаннан кейін сақтайды. Гиперсілтеме жасалынатын сөзді белгілеп, гиперсілтемені жасайды. Одан кейін қосымша сол сілтеме көрсеткен бет терезе ашылады. Үлкен бір бөлім жазып қойыңыздар, HTML тілінің тегтері, яғни командалары. HTML тілінің бастапқы мәтінді белгілейтін командалар тег деп аталады, ағылшынша TAG. Тег символдар тізбегінен тұрады. Барлық тег кіші бұрыш жақша символынан басталып, және үлкен бұрыш жақша символмен аяқталады. Көріп отырғандарыңыздар, міне, және де міне. Тег символдар тізбегінен тұрады, жаңа айттық, оны.
HTML тіліндегі әрбір тек арнаулы бір қызмет атқарады. Ашылатын бұрыштық жақшадан соң команда аты болып табылатын түйінді сөз тек орналасады. Енді HTML-дің кодын біз блокнот арқылы жазуды тәжірибеде жиі қолданатын боламыз. Ол блокнот бізде стандартты программа, сіздерге еш нәрсені орнатып қажет емес. Блокнот терезесінде төмендегі көрсетілген қарапайым HTML-ді, яғни кішкентай жақша HTML, одан кейін head басы, title бізде тақырыптың атауы, қайтадан ашылған headті слэш қою арқылы жабамыз. Body, яғни енді біздің сайттың негізгі денесі, яғни негізгі тақырыбы сәрсенбі күнгі сабақ кестесі. Жаңағы ашқан body'імізді слэш арқылы жабамыз. Ең алғашқы ашылған HTML-імізді слэш HTML арқылы жаптық. Бізде көрсетілетін атымы сәрсенбі күнгі сабақ кестесі. Міне осыны блокнот редакторында теремізде файл сохранить как деп алып, файлдың аты, мысалға сіздің атыңыз Ақжан болса, ақжан.html деп сақтаймыз. Ол ақжан.html-ді браузер арқылы ашсақ, бізге мынандай сайттың алғашқы сөйлемі шығады. Келесі, міне HTML тілінің жиі кездесетін элементтері бейн, қою әріппен жазу, бейс фонт бізде қаріп, яғни шрифт деп аламыз. BG sound барлық парыққа фонттық дыбыс қою. Big дегеніміз базалық қаріптен үлкенірек қаріп, яғни шрифтті таңдау. Body дегеніміз жаңа құжаттың денесі. BR дегеніміз бос жол қою. Button дегеніміз батырма. Caption дегеніміз кестеге немесе суретке тақырып беру. Осыны біз барлық кодты жатқа білуіміз қажет. Осы бетті біз жазып алсақ, барлық студенттер кішкене 1-2 минут уақыт берем жазып алуға. Содан кейін сабақты ары қарай жалғастырайық. Center, call, em, embed, font, form, frame, frameset, H1-ден H6-ға дейін, яғни құжаттардың тақырыптық деңгейі, HR, head, HTML, курсивпен жазу. Бұл бізде HTML-дің негізгі кодтары. Келесіде барлығын тоқталмаймын, сіздерге электронды түрде беретін болам. Енді келесі бізде тегтердің атрибуттары. Көбінесе ашылу тегіне әсер ететін түрлендіру атрибуттар болып табылады. Атрибуттар немесе сипаттамалар тек атауынан және бір-бірінен бос орын арқылы бөлініп жазылған қосымша түйінді сөздерден тұрады. Көбінесе атрибуттардың мәнін жазу керек болады. Ол тең белгісі арқылы бөлініп жазылады. Атрибут мынандай тырнақша арқылы алынып жазылуы тиіс, бірақ та оны қолданбай қоюға да болады. Бұл ешқандай қатеге жатпайды. Ал жабу тегінде атрибуттар ешқандай болмайды. Жалпы бүгінгі тақырып осы, келесі сабақта осы тақырыбымызды жалғастыратын боламыз. Сау болыңыздар. HTML тілінен қосымша видео сабақтар қараңыздар. Ал бүгінгі өткен кодтарды сіздер жаттап алуға міндеттісіздер. Сау болыңыздар.